Microsoft RDP Remote Desktop протокол қашықтан жұмыс істеудің қауіпсіз және тиімді тәсілі. Қашықтан қосылу. Microsoft RDP көмегімен сіз басқа компьютерге қашықтан қосылып, толық басқару мүмкіндігін аласыз. Бұл әдіс әсіресе кеңсе серверлеріне немесе жұмыс компьютеріне қосылу үшін өте ыңғайлы. Қауіпсіздігіне келетін болсақ, өте қауіпсіз. RDP ол 128 биттік шифрлауды қолдайды және TLS аутентификациясын қолданады. Бұл деректердің қауіпсіздігін қамтамасыз етеді. Жеңіл басқару. Windows жүйесінде орналасқан Remote Desktop қызметі арқылы RDP өте оңай бапталады. Қосылу үшін IP адрес пен пайдаланушы аты қажет. Аты сонымен қатар пароль қажет. Интернет арқылы жұмыс істеуде бұл жерде әрине мүмкін. VPN немесе порттарды дұрыс баптау арқылы RDP-ді интернет арқылы да қолдануға болады. Бұл қашықтан жұмыс істеуге толық мүмкіндік береді. Ресми сайтына нұсқаулығына келетін болсақ, Remote Desktop сервис көмегімен қандай серверлерді, қандай операциялық жүйелерді басқаруға болады, қай жерде жұмыс жасайды, барлығы жазылған. Және бұл шынымен өте керемет құрал. Microsoft компаниясының тұрақты кірістірілген RDP бағдарламасы. Ол көп интернетті талап етпейді. Барлығы оңай іске асады. Ол үшін не істейміз? Мысалы, мен пустты басамын. Осы жерде Remote Desktop деп теріп бастаймын. Подключение к удаленным рабочим столам и приложениям. Жарайды, былай жасайық. Қазір мына NDS-ті жаба салайын. Негізі қысқартылғаны ол MSTS. Қазір көрейік MSTS не шығарады екен бізге. Подключение к удаленному рабочему столу. Мысалы, бізге ұзақтағы компьютердің IP адресі керек. Енді бұл жерде түсінікті, біз жергілікті локальный сетьте болатын кезде, онда сол ішкі желідегі компьютердің мысалы IP адресін тереміз. Мен қазір 03-ке қосылуға тырысып көрейін. Одан кейін бұл бізден қазір сол компьютердің қолданушының атын сұрайды. Одан кейін паролін сұрайды. Мен оны енгіземін және запомнить мои данные дегенді қалдырып, бірден қосылып кетуге тырысып көрсем болады. Бұл жерде сертификат кішкене қауіпсіздік жағынан туындауы мүмкін, себебі ол жерде сенімді доверенный центр сертификация жоқ дейді. Ешқандай алаңдаудың қажеті жоқ. Оны болашақта шығарма және қосылуға рұқсат бер деймін. Сөйтіп мен ұзақтағы компьютерді басқарып кетемін. Мысалы, мынау жаңағы 03-ші IP адрестегі компьютер. Енді бұл жерде не айтуға болады? Мысалы, оны жаңа айтып кеткендей, подключение к удаленному доступу немесе қысқаша осылай MSTSC кез келгенімен ашуға болады. Және бұл керемет жұмыс жасайды. Бұның жұмыс жасауы үшін, ұзақтағы компьютер үшін жұмыс жасауы үшін әрине түсінікті. Бізде ол функция қосылуы керек. Параметры осы жерде. Енді Windows 11-де кішкене жаңартулар жүрді. Соның ішінде былай көрейік. Қазір системаға келеміз. Одан кейін ең төменгі жағына түсетін болсақ, удаленный рабочий стол. Міне ол қосулы. Егер мынау өшірулі болғанда, мен онда екінші компьютерден бұл компьютерге әрине қосыла алмайтын едім. Сондықтан оны қосуымыз керек. Қазір мен өшіріп тастайтын болсам, әрине түсінікті. Бұл жерде подтвердить. Так, қазір көреміз. Отмена. Мен бастым, уже өшіп қалды. Негізі мынау 03-ші компьютерге өкінішке орай мен қазір ұзақтан кіре алмайтын болып қалдым. Себебі жаңа өшіріп жібердім. Енді тағы қандай нәрсе айтуға болады? VPN мәселесіне келетін болсақ, интернет арқылы да жұмыс жасауға мүмкіндік алады. Ол енді кішкене күрделі болып көрінуі мүмкін. Алайда қараңыздар, мысалы, сізде қандай да бір VPN соединение жасайтын болсаңыз, қосымша жасайтын болсаңыз, онда екі компьютердің арасында VPN байланыс туындайды. Олар бір-бірінің IP-лерін пинг жасай алады, одан кейін RDP қосылуға мүмкіндік алады. Microsoft-ың RDP шын айтқанда өте қарапайым, қолдануға жеңіл, қауіпсіз, ең тамаша шешімдердің бірі. AnyDesk және радминдардан айырмашылығы артықшылығы да болуы мүмкін, сонымен қатар кемшілігі болуы мүмкін. Мысалы, RDP-ді пайдаланған кезде ол жақтағы интерфейс блокировкаға түсіп қалады және басқа қолданушы экранды көре алмайды. Ол бір жағынан кемшілік болуы мүмкін, бір жағынан артықшылық болуы мүмкін. Осындай өзінің ерекшелігі бар. Енді біз басқа сабақтарда TeamViewer, Google Chrome'дарды қарауға тырысайық. Бұл сабақ пайдалы болса, лайк басыңыз, сұрақтар болса, комментарий қалдырыңыз. YouTube үшін бұл өте маңызды. Келесі сабақта кездескенше.